Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі 1-ші сынып. Бүгінгі тақырыбымыз біздің аула. Мұғалім Мұхаммадиева Меруерт Багдавлетовна. Балалар, бүгінгі сабақтың мақсатымен таныс болайық. Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну. Біздің аула, наш двор. Біздің аула. Алмабекпен бірге жаңа сөзді қайталаймыз. Повторяем новые слова. Біздің аула. Тыңда, қайтала, бірінші тапсырма. Мынау аула. Это двор. Аула үлкен. Двор большой. Аулада ағаштар, гүлдер бар. Во дворе деревья, цветы. Ағаштар, гүлдер. Есте сақтаймыз, балалар. Запомните. Суретке қарайық. Суретте бала, бір бала. Ребенок, балалар. Балалар, дети. Бір бала. Және көп балалар бар екен суретте. Много. Жұлдыз, бір жұлдыз. Жұлдыздар. Жұлдыздар. Гүл, бір гүл. Цветок, гүлдер. Көп гүл. Цветы. Ағаш, бір ағаш. Екінші суретте ағаштар. Дерево, ағаш. Ағаштар, деревья. Жақсы, балалар, бірге қайталаймыз. Бала, балалар. Жұлдыз, жұлдыздар. Гүл, гүлдер. Цветок, цветы. Ағаш, ағаштар. Балалар, жұлдыздар, гүлдер, ағаштар. Жақсы. Бұл сөздерді есімізге сақтап алайық. Запоминаем новые слова. И повторяем, ребята. Толықтырып айт. Дополните. Аулада не бар? Аулада ағаштар бар. Неше ағаш екен? 1, 2, 3 ағаш бар. Ағаштар бар. Аулада гүлдер бар. Көп гүлдер бар. Цветы, ағаштар, деревья. Жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша айт. Послушай, повтори, говори по образцу. Мынау біздің аула. Это наш двор. Біздің аула үлкен. Наш двор большой. Аулада ағаштар, гүлдер бар. Во дворе есть деревья и цветы. Мен аулада ойнаймын. Я играю во дворе. Жақсы, балалар. Енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Попробуйте ответить на вопросы. Аула қандай? Аула үлкен. Большой. Аулада не бар? Аулада гүлдер бар. Аулада ағаштар бар. Сен аулада не істейсің? Что ты делаешь во дворе? Мен аулада ойнаймын. Жақсы. Жазу дәптеріндегі 1-ші, 3-ші тапсырмаларды мұқият орындаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар. Келесі кездескенше.